Достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге YouTube'да просмотрды қалай жинау керек екендігін көрсетейін деп отырмын. Бұл негізгі ютуберлердің жасыратын құпияларының бірі. Егер видеоны көруге дайын болсаңыз, YouTube каналым Іскер Азамат деп аталады. Бұл жерде жақсы видеолар бар. Каспиймен қалай бизнес жасау керек, бастау қайтарымсыз. Қазір 2022-де 1.200.000 болған. Қазір 1.380.000 теңге осы жылға. Әлі потоктар ашылған жоқ. Күнделікті қалай толтыру керек, Каспиймен бизнесе, YouTube'да қалай жүргізу керек, қалай канал ашу керек, оны қалай настройка жасау керек деген сияқты. Егер осы жерде PlayStady'ге кіретін болсаңыздар, осы жерде бөлінген күнделікпен, Каспиймен бизнес бастау, Еговтан қалай документ алу керек және YouTube'ды қалай жүргізу керек деген сияқты. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, мен сұрақтарыңызға жауап беремін. Ендеше бүгінгі YouTube'ға просмотрды қалай жылдам әрі тез жинау керек екендігіне тоқталайын. Play Market'ке кіреміз. Осы жерге Tuber Record деп жазамыз. Тартып аламыз. Сізге просмотр жинап береді бұл. Сіз біреудің видеосын көресіз, біреу сіздің видеоңызды көреді деген сияқты ғой. Осы жерге войти через Google дегенге өзіңіздің YouTube каналыңыз қай логинмен тіркелген. Сол YouTube каналыңызды, бұл тіркелген YouTube каналыңыздың видеоларын салуға рұқсат береді. Разрешить дегенді басамыз мына жерде. Все. Так. Запрещено деп тұр. Осы жерге всегда дегенді басамыз. Рекорд міне всегда болып тұр. Енді мен сіздерге бұл қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін қазір. Монетаны басатын болсаңыз, ортадан басатын болсаңыз, мынау жерге қараңыз, сізде қазір менде ракетная монета жоғарыда 600 деп тұрғаны, ол менің ракетный монетамды. Енді астындағысы жаңадан. Енді мынау список дегенді басатын болсаңыз, мынау жерге сіз загрузить видео дегенге басуыңыз қажет. Міне загрузить видео. Мына жерге өзіңіздің YouTube каналыңыздың жаңағыдай қойғыңыз келген видеоларды қоясыз. Мысалы үшін мен жаңа ғана шортс түсірдім, яғни Іскер Азамат YouTube канал дегенге Каспий магазин туралы копировать сілтемені копировать етесіз. Мына жерден переслать дегенді басатын болсаңыз, копировать етуге болады. И осы сілтемені копировать етіп алғаннан кейін картамызға кіріп, мына жерде список дегенге, загрузить видео дегенге мынау сілтемені қоямыз мұнда. Міне мен сілтемем қойылды. Қараңыз, мынау жерде қанша минут көру керек екендігінде ұлғайтып түсіре аласыз, өзіңіздің монетаңызға байланысты. Мысалы үшін ең төменгісі 60 секунд көреді. Яғни 60 секунд ол 1 минут. Мына жерде ұзартсаңыз болады. Мысалы үшін 1000 адам көру керек болса, сізде 60.000 болу керек. Уақытты да көбейтуіңізге болады. Мысалы үшін 10 адам 600 секундтан көретін болса, яғни 6 минуттан, онда сізде 6000 болу керек. Сосын мына жерде загрузить дегенді басасыз. Міне сіздің видеоңыз кезекте тұр. Осы жер көздің суреті тұр. Осы жерде қанша рет көрілді, 10 болған кезде ол аяқталады. Сосын оның үстінен басып удалить тастайсыз. 3 видеоға дейін ғана сала аласыз. Бұны түнімен қойып, таңертең қосатын болсаңыз, бір 100-200 жаңағыдай монета жиналып қалады. Сол монетаны алғашқы шыққан видеоңызға бір 2-3 күн қоятын болсаңыз, сосын аржа қарап YouTube'тың өзінің рекомендациясына тез шығып кетуге болады. Мына жерде аккаунт деген басатын болсаңыз, осының платныйда түрлері бар. Сатып алуға да болады.
6000 ракетаны 460 теңгеге сатып аласыз. 50 мың, 4000 ракетаны 91 мыңға, 1000 ракетаны 4900-ға сатып алуыңызға болады. Осы жерде мен өзім сатып алып көрген жоқпын, тегін пайдаланам. Одан кейін мынау жылдамдықты асыратын несі, бұны да мен жақсы қолданған жоқпын, сатып алған жоқпын. Егер сатып алып көргендеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде пікір алмасып отырайық. Менің видеом жүктелгенін көрсетіп тұр қазір. Сіздер де осылай пайдалансаңыздар болады. Осылай қойып қоясыздар дағы, міне монета өзінен өзі жинала береді.